Білген құрметті әріптестер, бұл TKT-дің екінші модуль бойынша практис тест разбор кеттік ал. Мына жерде модуль 2 білесіздер да, модуль 2 жалпы TKT-да бұл не нәрсе, бұл reuse of resources, ресурстарды пайдалану, lesson planning және де сол неге сабақта болатын нәрсенің бәрін алдын ала жоспарлау осы модуль 2-ге кіреді. Модуль 1 көбінесе мұғалімнің білімі болса, модуль 2 сабаққа дайындық барысы. Соған кіреді. Кеттік ал. Бірінші секция ол сабақ жоспарлау 6 сұрақтан. Which of the following is an example of a lesson aim? Сабақтың мақсаты қайсы болуы мүмкін? To help students understand past simple for storytelling. То есть, мына нәрсе сабақ жоспарлау болуы мүмкін. То есть, оқушыларға storytelling үшін өткен шақты не істеу, түсінуге көмектесу. Бұл сабақ мақсатына субсидиary дейді ғой. Негізгі мақсаттың қасына кішігірім суб мақсат болуы мүмкін. Негізі мақсат емес, соңғы көмекші. To use worksheets in a lesson. Ол просто use of resources. Worksheet қолданамын деген ресурс қолдану, бұл неге кірмейді. Бұны алып тастаймыз. To ask students to read the text. Бұл тапсырма. Ал to introduce fun activity. Fun activity деген бұл сабақ мақсат никак бола алмайды. Ол сабақты түрлендіру үшін қолданатын нәрсе. Кеттік ал. Which part of the lesson plan outlines how the teacher will check if the students have understood the lesson? Сабақтың қай несі бөлімі дейді да, нені outline деген белгілейді дейді. How the teacher will check if students. То есть, мұғалім оқушылардың түсінгенін, сабақты түсінбегенін қалай не істейтінін сабақтың қай бөлімі анықтайды дейді да. Lesson objectives бұл сабақ бөлімі емес, бұл сабақтың мақсаттары. Assessment деген ол бағалау. Бағалау болуы мүмкін. Оқушылардың түсінгенін қалай білесіз? Бағалау арқылы білесіз. Anticipated problems ол сабақтың басында сабақта шығуы мүмкін деген проблемаларын тізбектеу, ол осыған кіреді. Formal activity бұл сабақтың басында не іс-әрекет. Бұған жатпайды. Кеттік ары қарай. What is an appropriate warmer for a lesson on food vocabulary? То есть, warmer деген жаңағы сабақ неге разогрев дейді ғой, сабаққа разогрев ретінде food vocabulary. Тамаққа қатысты сөздікке десеген кезде. Multiple choice сабақты бастай салып тест берген дұрыс емес. A class discussion on favorite foods. Жоқ, бұл мүмкін, иә. Сендерге қандай тағамдар ұнайды? Біреу манты, бешбармақ дейді, анау дейді. Оқушылар жалпы неге табаққа байланысты сабаққа кірмей тұрып, бүкіл нелерді еске түсіре бастайды тамақтарды. Бұл күшті не. Grammar worksheet ол вообще сабақ неге vocabulary қатысты емес. Written test ол да кірмейді. What is the function of a lead-in stage in a lesson? Lead-in сабаққа кіріспе бөлімі, ол жерде функциясы не дейді да? To test students existing knowledge, то есть оқушылардың білімін тексеру емес ол. To introduce the topic, то есть сабақты таныстыру and activate prior knowledge, то есть оқушылардың бұл туралы білетін бұрынғы білімін не істеу, активировать ету. Осы нәрсе болады. To give students homework бұл сабақтың соңында беріледі. To explain complex grammar rules бұл презентацияға қатысты. То есть leading-ға қатысты емес, сабаққа кіріспеге қатысты емес. Келесі сұрақ. Which of the following is an example of scaffolding in a lesson? Құрметті әріптестер, scaffolding деген мынандай мағынаға келеді. Біртіндеп ашып, бүкіл нені картинаны көрсету. То есть ақырындап оқушыларға бір нәрсені фокус жасайсыз, оны ақырындап көбейтіп, соңында бүкіл картинаны көретіндей. Соны scaffolding дейді. Кеттік ал. The teacher asks students to complete a difficult task without help. То есть бұл scaffolding емес, ешқандай көмек көрсетпей қиын тапсырма бере салу. Бұл жерде ешқандай открытие жасау жоқ. The teacher provides sentence starters for speaking practice. Мынаны өтіп кетейік. Болуы мүмкін белгілі жағдайда. C. The teacher tells students to memorize 50 new words. Просто 50 сөз жаттауға береді дейді. Бұл scaffoldingқа кірмейді мүлде. Teacher only speaks in English without checking comprehension. Мұғалім ештеңе естімей ағылшынша сөйлей береді дейді. Бұл scaffoldingқа кірмейді. Міне, мынау нәрсе бізде единственный вариант подходящий. То есть мұғалім не істейді? Сөйлемнің басын береді, и балаларға осы сөйлемді қолдана отырып сөйлейсіңдер дейді. Бұл нәрсе болуы мүмкін. Белгілі бір неде, бірақ полностью естемеуі мүмкін. Which of the following is a productive skill? Productive skill деген, құрметті әріптестер, бұл шығару қабілеті. Ол екі, или writing, жазып шығарады, или speaking, не істеп шығарады. Ал listening ол қабылдау, reading ол ақпаратты қабылдау, skimming деген тоже reading-ға кіреді, reading-дің бір түрі. Сол үшін жерде speaking қана сәйкес келеді. Perceptive skills, productive емес.
Кеттік ары қарай. Екінші секция stages of a lesson plan. То есть сабақ барысының нелері, сабақ бөлімдері. Кеттік ары. What happens in the practice stage of a lesson? Practice деген presentation, practice, production да. Бірінші презентация жасайсыз, сосын практика жасайсыз, и соңында балалар продакшнда шығарады. Сол practice деген бұл уже не істейді? Жаңағы берілген жаңа презентация бергеннен кейін тапсырмаға байланысты тапсырмаға жасау. Students are presented with new language. Presented new language ол не істейді? Презентация кезінде students apply what they learned in controlled exercise. Вот берілген жаттығуда пропущенный слово жазу, абцда не жасау, бұның бәрі controlled practice кіреді. Students check their homework, бұл келмейді. The teacher gives instructions, бұл келмейді. 8-ші сұрақ. Which of the following is an example of a controlled practice activity? Вот. A free conversation about travel experience. Free conversation деген құрметті әріптестер, бұл production. То есть оқушылар уже бүгін үйренген нәрсені қолдана отырып өздерінен диалог шығарады. Бұл уже practice емес, бұл productionға жатады. Role play with set phrases and prompts. Бұл болуы мүмкін. Сіз оларға ролевой не бересіз, бірақ бұл продакшнға жақын, дегенмен де controlled practice болады. Не үшін? Өйткені сіз оған белгілі фразалар мен нелер дайын нәрсе беріп отырсыз, олар соны қайталап, то есть контролируемый практика болып отыр. Көрдіңіздер ме? Writing an essay about a essay уже продакшнға жатады, полностью жаңа эссе жазу. A storytelling activity with no structure, бұл уже продакшнға жатады. Мына жерде B ғана сәйкес келеді. Келесі. What is the main purpose of the production stage? То есть продакшн несінің кезеңінің сабақтың негізгі мақсаты не дейді? Бұл оқушыларға to give students free opportunity to use the target language. Бүгінгі үйренген сабақты былай еркін қолдануға мүмкіндік беру тапсырмасы. Assess grammar knowledge кірмейді. Бұл жерде біз оның грамматикалық біліміне мән береміз әрине, бірақ андай негізгі мақсат ол грамматика емес. To correct students pronunciation mistakes, оны түзету әрине керек, бірақ бұл жерде маңызды болған қайта түзету емес, маңызды болған олардың практика жасау. To test their vocabulary knowledge. Бұл тоже продакшнға кірмейді. Бұл уже assessmentке кіреді, да? Кеттік ары қарай. 10-шы. Which of the following activities is the best for the feedback stage? Кері байланыс бөліміне, сабақтың барысында кері байланыс несіне қайсысы кіреді, қай іс-шара? A multiple choice test. Multiple choice test feedback үшін қатты жақсы вариант емес. Ол балалардың просто білімін анықтау үшін керек, бірақ бұлай кері байланыс беру үшін қолданылмайды. A pair discussion about a вот это болуы мүмкін. То есть activity жасадыңыз, оқушылар бір-бірлеріне кері байланыс береді сол activity болмаса. Сен мынаны дұрыс сөйледің, может мынаны қолдану керек еді деген сияқты. Brainstorming activity before the lesson деген бұл сабақтың басында жаңағы lead-in үшін, warmer үшін керек болуы мүмкін, бірақ бұл сабақтың соңында кері байланысқа ешқалай келмейді. Word search, puzzle жоқ, бұл білімін тексеруге, бірақ кері байланыс үшін жарамайды. Кеттік ал. What is the role of concept checking question? Қысқаша айтқан кезде CCQ, concept checking аты айтып тұр, то есть концепцияның қаншалықты түсінгенін анықтайтын сұрақ. То есть мысалы сіз бір нәрсе түсіндірдіңіз, баланың түсінгенін анықтау үшін do you understand деген сенсеңіз дейді да, сіз оны білмейсіз, түсініп түсінбеген. Сондықтан басқаша сұрақтар қоясыз. Сол чтобы түсінгенін нақтылау үшін да. To check if students understand the meaning of the new language. То есть новый тақырып, новый сөзді естедіңіз, соны түсіндіру үшін тексеруге арналған. Осыны concept checking question. To test spelling. Жоқ, вообще спеллингқа қатысы жоқ, introduce new vocabulary оған да қатысы жоқ. Ол презентация вообще. To provide extra grammar practice, ол вообще практикаға кіреді. Келесі. Үшінші секция уже сыныптың ішінде болатын classroom management resource сабақ дайындық барысындағы жаңағы ресурстарды дайындау ғой, былайша айтқан кезде. Кетті ал. Which classroom seating arrangement is best for pair work? То есть жұппен жұмыс жасау үшін, екі-екіден жұмыс жасау үшін қай отыру стилі ең жақсы дейді. Traditional rows негізінде былай алды қарап отырады ғой, былай бұрыла салу кішкене, в принципе болады, бірақ не очень удобный. U-shape, U-shape күшті. U-shape деген былай бәрі U-образно отырады, бір-бірімен отырып сөйлескенге кішкене ыңғайлырақ болады. Straight line деген бәрі бір линияда отырып, қатты неге керек емес, pair болып қанша емес. Lecture hall деген бәрі бір неге қарап отырады, тақтаға, тоже неудобный. U-shape қана сәйкес келеді. 13. What is the benefit of using realia in lessons? Using realia деген, то есть бар нәрселерді қолдану сыныптағы. Соның пайдасы не дейді? It provides authentic context for learning. Бұл нәрсе келеді. То есть бұл оларға оқушыларға оригинальный контекст береді. Мысалы, давайте на класста не бар там,
lamp, там окно бар, давайте соларды қолдана отырып там загадка жасаймыз или сол туралы сөйлесеміз деген сияқты. То есть аутентичный материал, анау кітапқа қарап сол заттарды не қылмайды, қасындағы бар нәрселермен не істейді, оригинальный материалдар береді. It helps students memorize grammar rules. Жоқ, бұл кірмейді. It keeps students quiet. Вообще қатысы жоқ бұған. It makes marking easy. Баға қою жеңілдетеді. Бұған қатысы жоқ. Так, келесі 14-ші сұрақ. Which of the following would best suit a kinesthetic learner? Құрметті әріптестер, сіздер білесіздер да, негізі оқушылардың үш түрлі восприятие, канала восприятие бар. Біріншісі ол визуальный, көзбен көру арқылы, екіншісі аудиальный, тыңдау арқылы, и үшіншісі ұстау арқылы, там сезім мүшесі қолдану арқылы қабылдау да. Қайсысы именно кинестетик, ол именно неге жатады? Міне қолмен ұстап көру болып есептеледі. Енді қараңыздар. Group discussion бұл сөйлеу, бұл аудиальный не қабылдау, role play activity ол да жаңағы неге аудиальныйға кіреді. Reading comprehension бұл визуальный оқу арқылы, ал written worksheet оқушылар қолмен жазған үшін бұны жақсырақ жаттайды. Естеріңізде болсын әріптестер, егер класстарыңызда кинестетик жаңағы ұстау не арқылы жылдам үйренетін балалар болса, оларға жаздырған жақсы, өйткені ол жазған нәрсесін жақсы есте сақтайды. Ал жалпы сабақта балалардың бір нәрсені есте сақтау қабілетін көтеру үшін үш ненді канал восприятие қолданған жақсырақ. Мысалы визуальный көрсетесіз, аудиально айтасыз или видеосын көрсетесіз, чтобы аудиально да и визуально да көреді, и артынан кейін соны жаздырып алса, ол уже үш жаңа канал восприятие қолданған үшін есте сақтау қабілеті уже 70-80%-дан асып кетеді. Сондықтан бір нәрсені жазып отырған пайдалы. То есть көбірек не қолданады канал восприятие. Кеттік ары қарай. Which of the following is an authentic material? Authentic деген оригинальный материал, құрметті әріптестер. То есть мысалы классқа бір кітап алып келесіз, ол жаңағы foreign language дейді ғой, как екінші тіл ретінде үйреніп отырған балаларға бір жеңілдетілген кітаптар болады ғой, олар аутентичныйға жатпайды. Аутентичный деген оригинальный. Мысалы сіз бір газет, журнал алып келіңіз классқа, мысалы английский издательство. Вот сол аутентичный деп есептеледі. Не болмаса, мысалы, бір американец басқа американецпен сөйлесіп отқанын қойып қойыңыз, это аутентичный материал. Бірақ анау курсбукта дайындалып жеңілдетілген тіл, это уже не аутентичный. Сол үшін, міне, newspaper article, то есть жаңағы бір мақаланы алсаңыз журналдан, бұл оригинальный материал. Fill in the blank worksheet деген бұл неден өткен, ана сараптамадан өткен, жеңілдетілген, да? Vocabulary list то же самое, matching activity соның бәрі курсбуктан алынған нәрселер, олар оқушылардың деңгейіне жеңілдетіледі. Кеттік ал. What is an example of differentiated instruction? Differentiated, құрметті әріптестер, дифференциация оқушылардың деңгейіне қарай не беру, тапсырма беру болып есептеледі. Giving every student the same worksheet. Барлығына бірдей worksheet беру, бұл дифференциацияға кірмейді. Бұл бәріне бірдей нәрсе бере салу. Providing extra support to struggling students, то есть қиналып жатқан оқушыларға жеке көмек беру, және challenges for advanced ones. Және де advanced деген продвинутый пользовательдарға не істеу, қиындату тапсырма. Бұл дифференциация. Asking all students to read the same passage, барлығына бірдей материал бере салу, бұл да кірмейді. Ignoring different learning styles in the classroom, бұл наоборот неге қарсы дифференциацияға. Үшінші секция бұл assessment, бағалау және кері байланыс. Assessment feedback. Which type of assessment is conducted throughout the learning process to give feedback? То есть оқу процесіне кері байланыс беру үшін қандай бағалау стилі қолданылады? Ол формативный оценивание. Суммативный ол жаңағы жалпы білімін тексеру үшін арналған баға қою үшін оценивание. Диагностик ол жылдың басында балалардың деңгейін анықтау үшін жасалатын тест. Placement тест тоже сол сияқты деңгейін анықтайтын не. Формативный вот каждый сабақта балалардың бүгін не өттіңдер, не жасай аласыңдар, сол нәрсеге кері байланыс беру. Осы кіреді. Which of the following is an example of summative assessment? Суммативный оценивание. Бұл жалпы оқушының білім деңгейін қаншалықты сабақты меңгерді, сол үшін қолданылады. Бұл final exam at the end of the term. 90-ның соңында берілетін соңғы емтихан. Self-assessment checklist. Бұл мен не істей аламын өз-өзіне берілетін assessment түрі. Mid-course progress report. Бұл вообще assessmentке кірмейді. Ол report ата-аналарға арналған кері байланыста. A teacher's informal observation of student speaking skills. Ол бұл формативка бұл. Оқушының несіне береді. Келесі сұрақ. Which of the following feedback strategies is most effective for improving student writing? То есть, қай кері байланыс стратегиясы өте эффективны не үшін? Оқушының жазылуын не істеу үшін, жақсарту үшін дейді.
correcting every mistake in red pen. Бұл дұрыс емес, құрметті әріптестер. Егер осылай істесеңіз, бұны тоқтатыңыздар. Каждый ошибканы қызыл немен түзете бермеңіздер. Ол раздражение вызывать етеді, оқушылар демотивация вызывать етеді. То есть ол да керек, әрине, ошибканы түзету, не істеу. Бірақ оның несі бар, түзету жолдары бар. Giving general comments such as good job. Общий балалар 20 минут, 15 минут не жазады, writing жазады, о, good job болды, короче, сонымен бітіре салу да дұрыс емес. То есть өтірік бір бағалау бере салу да. Сосын кейін міне, providing specific feedback on structure, grammar and vocabulary. Қараңыздар. То есть не кері байланыс беру, белгілі кері байланыс беру, структураға байланысты, грамматикаға және де сөздікке байланысты беру. Қарап отырсаңыздар, IELTS-та осы нәрсе қолданылады да. Coherence, cohesion тексеріледі, жаңағы speaking-та, writing-та оларда не бар еді, андай тоже сондай бар, cohesive devices қолдану, там грамматика, отдельно словарный запас, соның бәрін тексереді. То есть осындай тексеру түрі оның несін, writing-ін арға дамытушы керек. Only grading the final product without comments. То есть общий бір баға 5 саған деп бере салу тоже дұрыс емес та. То есть өтірік бағалау. Соңғысы, which assessment method involves students evaluating their own language. То есть оқушының өз-өзін бағалауға қай методика қолданылады. Оны self-assessment дейміз. То есть peer assessment деген ол өз-өзін емес, ол бір-бірін бағалау. Teacher assessment деген сіздің оны бағалаңыз. Placement деген ол assessment емес, негізінде. Просто несін білу. Self-assessment деген осы методика. То есть сіз, мысалы, чек-лист бересіз балаға. Мен мына тақырыпты бітірдім, мен мына тақырып барысында не істей аламын. Мен бұл сөзді түсінемін, мен бұл сөзді несін жазба түрде тест жасай аламын, и соңғысы мен бұны өз өмірімде қолдана аламын деген сияқты 3 категория. Чек-лист қойып өз-өзін бағалайды. Вот, соны self-assessment дейді. Жақсы, құрметті әріптестер, осымен біздің неміз бүгінге аяқталды.